الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, бүгін Алла қаласа біз қош келдің араб тілі кітабының 3-ші томының 22-ші сабағын өтеміз. Біз бүгін зат есімдердің насып жағдайларының келесі 6-шысын өтеміз иншалла. Бүгінгі дәріс кішкене сіздер үшін жаңа, өте жаңа. Бұған дейін мұндайды мүлдем ешқашан кездестірмегенсіздер. Және кішкене бір қиындау. Тақырыптың өзі қиын емес, оны просто түсініп қолдану жағы кішкене қиындау. Бірақ болашақта иншалла оны сіздер енді кездестірген уақыттарда өзіңіз осы ережелерді еске түсіріп жайлап бұны пысықтайсыздар. Бұл бізде мустасна деген тақырып. Қазір біз оны біріншіден аяқты оқиық. Сөйлем ішіндегі зат есімдердің грамматикалық жағдайлары. Енді мына жерде білесіздер, арабша мәтіндерді оқу барысында сөйлем ішінде келген барлық зат есімдер не рафа, не насып, не жар жағдайында келеді. Жалпы алғанда араб сөйлемдерінде келетін зат есімдердің рафа жағдайлары 6, насып жағдайлары 11 және жар жағдайлары 2. Біз енді бұны білеміз. Өткен дәрісте бұның бәрін сызып бергем сіздерге. Енді біз мынау насып деген тақырыпқа келгенбіз. Зат есімдердің насып жағдайлары. Араб тілінде зат есімдердің насып жағдайлары міне 11 жерде мансуп болып келеді. Олар 5 маф'ул. Біз бұлардың барлығын өткен дәрісте алып кеттік. Маф'улун бихи ең көп кездесетін осы. Сосын маф'ул мутлақ, егер етістік, сосын сол етістіктің маздарынан жасалған мансуп сөз болса. Катаба, китабатан, дараба, дарбан деген сияқты. Маф'улун ли ажлихи, бұл не үшін деген сұраққа жауап беретін маф'улун бихи. Қомту ижлалан лил муаллими, мұғалімді құрметтеу үшін, ұлықтау үшін тұрдым деген сияқты. Маф'улун фихи, қандай да бір әрекеттің жасалған уақытын, мекенін білдіретін сөздер. Мысалы, житу сабахан, захабту фаджран деген сияқты. Немесе қаратул китаба амамал муаллими деген сияқты. Осы жердегі амама сабахан деген сөзіміз біздің маф'улун фихи. Маф'улун мааху бұл бізде былайша айтқанда кездеспейді деп айттық. Көбінесе вау несінен кейін келіп фатхамен келеді де, және анау етістік, алдында тұрған етістікте жасалмайтын нәрселер. Мысалы, қаратул китаба вал мисбаха деген сияқты. Кітапты оқыдым, вал мисбаха, және шамды деген кезде біз шамды оқи алмаймыз, бірақ та шаммен бірге деген мағынаны білдіріп тұрады. Бұндай нәрсе былайша айтқан кезде жоқтың қасы 0,001% кездестірілуі мүмкін. Сол себепті бұл информация үшін өтуге болады, өтіліп кету керек, бірақ та сіздер бұны кездестіре қоймайсыздар иншалла, және өздеріңізде қолдана қоймайсыздар. Бүгін өтетініміз біздің мынау мустасна. Мустасна деген бұның қазақша грамматикалық баламасы жоқ. Бұл араб тілінде бар нәрсе, сол себепті біз бұны мустасна деп қалдырдық. Мустасна деген не нәрсе? Біз қазір оның төменде егжей-тегжей иншалла қарастырамыз. Жалпы мустасна сөз бізде тоже мансуп болады, яғни фатхамен иғрапталады. Қалған мыналарды кейін иншалла кейінгі сабақтарда өтеміз. Мустасна. Ережесін оқиық, яғни сосын иншалла түсіндіруге тырысамын. Мустасна дегеніміз арабша сөйлем құрауда қандай да бір ой айтылады бірінші. Сол ойдан илля, яғни басқа өзге деген мағынаны білдіретін илля мағынасын беретін шылау арқылы бір сөзді шығарып тастауды истисна, яғни шығарып тастау деп атайды. Бір ой айтылып келе жатады да, илля деп қоясыз да, содан кейін барып мына жақта бір сөз қоясыз, мынау сөзіңіз сіздің мына жақтағы ойдан шығарылып тасталады осы арқылы. Мынау иллядан былай қарай шығарылып тасталды деген сөз. Мысалы, мына жақта бір нәрсе жазды, бір нәрсе болып келуі мүмкін да, иллядан кейін мына жақта бір сөз тұрса, ол жазбағандығын білдіріп тұрады. Мынау жазду деген үкім болса, мынау иллядан кейінгі нәрсе жазбағандықты білдіреді. Осылайынан міне илля қою арқылы сөйлемнің ішінен бір сөзді шығарып тастауды истисна деп атайды. Истисна шығарып тастау процесі деп атайды. Осы процесті айтады. Осылай түрлену барысында илля, яғни басқа өзге шылау сөзінен кейін келіп, оған дейін айтылған ойдан шығарылып тасталған сөздерді мустасна деп атайды. Міне мынау жерде тұрған сөзді мустасна дейді. Міне осы мынау мустасна дегеніміз біздің демек илля деген сөз арқылы алдында мына жақта айтылып жатқан сөзден үкімнен шығарылып тасталған сөз, және ол бізде фатхамен болу керек. Қазір оны байқайсыздар. Иә? Енді мысалмен түсіндірейік, сол кезде түсінікті болады. Қараңыздар. Мысалы, мектептен барлық оқушы шығып кеткен жағдайда біз былай айтамыз. Хараджат таламизу минал мадраса. Мектептен оқушылар мектептен шықты. Мынау сөйлемде барлық оқушы шығып кеткендікті білдіріп тұр. Мына жерде үкім айтылып тұр. Қандай? Оқушылардың барлығы мектептен шығып кетті деген үкім айтылып тұр. Енді, егер де мектептен бір оқушы шықпай қалған болса, онда біз былай айтамыз. Хараджат таламизу минал мадрасати илля халидан деп айтамыз. Осылай қосамыз. Илля халидан. Міне мынау сөйлемде истисна деген процесс жүріп жатыр. Истисна деген сөз шығарып тастау деген процесс жүріп жатыр.
Illa деген сөз арқылы біз мына жақта мектептен шығып кету деген үкімнен халидті шығарып тастап жатырмыз. Мына халид бізде мустасна. Халид мустасна. Осылайынан illa сөзінен кейін келіп, фатхамен келеді мустасна, және ол мынау сөзіміз мына жақтағы үкімге кірмейді. Мына жақта бір үкім айтылып жатса, илладан кейінгі сөз оған кірмейді. Түсіндіңіз ғой? Илладан кейінгі сөз оған кірмейді. Бұл сөйлемдегі илля шылау сөзі халидун сөзін өзге оқушылардан бөліп, жарып, шектеп, оны мансуб жағдайына өзгертіп тұр. Осылайша илля шылау сөзінен кейін келген мустасна, яғни шектелген, шығарылған сөздер мансуб жағдайында тұрады. Енді жалпы мустаснаға қатысты мынандай жалпы ережелер. Мустаснаның біз бірінші 3 діңгегімен танысып алайық. Бізде исламның 5 діңгегі бар, иә? Иман, намаз, ораза, зекет, қажылық деген сияқты. Тура сол сияқты мустаснаның да 3 тірегі болады. Әдетте illa, яғни басқа өзге деген, мынау илланың өзі мынау басқа өзге деген мағына береді, құрметті бол. Сол үшін мен қазақша мағынасын жазып қоямын. Әдетте illa, яғни басқа өзге деген мағынасын беретін шылау арқылы бір сөзді алдында айтылған ойдан шығарып тастау жолымен жасалатын сөйлемдердің 3 діңгегі болады. Осылай illa арқылы жасалатын истисна сөйлемдердің 3 діңгегі болады. Бірінші мынау тұрғаны мустасна минху деп аталады. Одан шығарылған сөз, одан шығарылған нәрсе деп аталады. Мынау бірінші. Илланың өзі адатул истисна деп аталады. Истисна жасаушы құрал деген сөз. Құрал, адату. Немесе шығарып тастаушы құрал деген сөз. Зайдан дегеніміз мустасна деп аталады. Мустасна шығарылған міне. Біз осыны өтіп жатырмыз. Осы мустасналар бізде мансуб болады міне. Осыны өтіп жатырмыз, құрметті бауырлар. Мынаны мустасна минху дейді. Одан шығарылған үкім. Илля деген шығарушы құрал, мустасна шығарылған нәрсе. Міне осыны түсіндіріп жатыр. Былай дейді. Илля сөзінен бұрын келіп, міне мынау ойды қамтушы сөзді одан шығарылған сөз деп атайды. Мынау одан шығарылған сөз, мустасна минху. Илля және осыған ұқсас сөздерді мына жақта тұратын. Және төменде біз өтеміз. Иллаға ұқсас тағы да 1-4 сөз бар. Оларды адатул истисна, истисна жасаушы сөздер атайды. Яғни шектеуші, шығарушы сөздер деп атайды. Қазақ тілінде бұлар басқа, өзге, бөтен деген сияқты септеулік шылау мағынасын береді. Мынау иллямыз біздің қазақ тіліндегі басқа, өзге, бөтен деген сияқты мағынаны береді. Және де илладан кейін, міне илля сөзінен кейін келген сөздерді мустасна, яғни шектелген, шығарылған сөздер деп атайды. Біздің бүгінгі тақырыбымыз осыларға қатысты, міне мынаған, осы илладан кейінгі сөздердің жағдайы қалай болады деген сияқты. Осы 3 діңгектің 3-еуі де қатысқан сөйлемдерді, осы 3-еуі де бар міне. Мынау да бар, мынау да бар, мынау да бар. Ондай сөйлемдерді толымды сөйлем деп атайды. Егер де мустасна минху да болса, адату истисна да болса, мустасна 3-еуі де болса, толымды истисна деп атайды. Ал илля сөзінен бұрын келіп негізгі ойды қамтушы мустасна минху, одан шығарылған сөз, яғни айтылмаса, егер де мынау болмаса, міне мынауыңыз болмай тұратын болса, тек қана илля осылай тұратын болса, оны толымсыз истисна деп атайды. Толымсыз истисна. Мысалдарын қараңыздар. Наджахат туллабу, студенттердің барлығы емтиханнан өтті. Илля зайдан, зайттан басқа деген кезде, міне мына жақта мынау үкім айтылып тұр. Туллаб деген сөз айтылып тұр, иә? Студенттер деген. Студенттер білген, одан кейін зайд солардың бір бөлігі ғой, міне. Көрдіңіз, мынау айтылып тұр, мынау айтылып тұр, үшеуі де айтылып тұр, міне. Мустасна минху, адату истисна, мустасна үшеуі де айтылып тұр. Бұны толымды дейді. Енді мынаған қараңыздар. Мә наджаха илля зайдун. Зайдтен басқа ешкім емтиханнан өтпеді деп айтқан кезде, мына жақта бізде не айтылып тұрған жоқ. Туллаб деген сияқты, мына зайдтың шығарылған сөз айтылып тұрған жоқ. Сол себепті бұл толымсыз деп аталады. Мынау сияқты сөз айтылса толымды дейді, мына жақта сияқты айтылмай тұрса сөзі, мынау етістік емес, именно жаңағы үкім, зайд неден шығарылып тұр, сол нәрсе айтылмаса, оны толымсыз деп атайды. Демек, истисналар бізде 2 түрлі болады. Толымды, толымсыз. Толымды дегеніміз 3-еуі де қатысқан кезде, мынау мустасна минху да, истисна да, мустасна 3-еуі де қатысқан кезде бұны толымды деп атайды. Ал егер мынандай жағдайда, мынандай жаңағы туллаб деген сияқты сөз айтылмаған кезде бұны толымсыз дейді. Бұл бір мәселе. Ары қарай кеттік. Сонымен қатар, сөйлемнің алдында болымсыздықты білдіруші харфтар келсе, мынау сияқты міне мә сияқты болымсыздықты білдіретін харфтар келсе, оны болымсыз истисна деп атайды. Болымсыз. Ал егер ондай сөздер айтылмаса, оны болымды истисна деп атайды. Мысалы, наджахаттуллабу илля зайдан деген мынау болымды. Өйткені мынаның алдында мә, лә, ләм деген сияқты болымсыздықты білдіретін ешқандай харф жоқ, сол үшін бұны болымды истисна деп атайды. Ал мынау сияқты міне мә деп айтылғанда болымсыз истисна деп атайды. Демек, құрметті бауырлар, біз истисна деген тақырып өткен кезде осы 4 нәрсені есте ұстауымыз керекпіз. Толымды, толымсыз, болымды, болымсыз. Өйткені бізде кейде мынау мен мынау қосылады, мынау мен мынау болады, кейде мынау мен мынау болады деген сияқты. Мынау мен мынау болады, мынау мен мынау болады. Сол кезде жағдайлар кішкене өзгеріп тұрады кейбір нәрселердің. Біз осының қазір бәрін жеке-жеке талқылаймыз иншалла. Мен қазір мынаны өшіріп қойын.
қазір бізге бұл сабақ түсіндіру кезде керек болады. Енді қараңыздар. Илля, яғни басқа өзге деген мағына беретін болса, илля именно харфы арқылы истисна жасаудың жалпы ережелері. Біріншісі былай дейді: егер де илля арқылы жасалған сөйлем толымды және болымды болса, яғни илля арқылы жасаған кезде, егер де ол толымды және болымды болса, мынау сияқты толымды, мынандай айтылған және де алдында ешқандай болымсыздықты білдіретін харф жасалмаған, осылай болымды және толымды болатын болса, осы екеуі ғана осындай болса сөйлем дейді, онда илля сөзінен кейін келетін мустасна сөзі міндетті түрде мансуб болу керек. Міндетті түрде. Хафиза Мухаммадун аль-китаба, Мұхаммед кітапты жаттады. Міне кітап деген сөз айтылып тұр, кітап. Илля варақатан, бір парағынан басқа деген кезде, құрметті бауырлар, міне мустасна минху айтылып тұр. Адату истисна айтылып тұр. Мустасна айтылып тұр. Алдында мә деген шешен білдіретін не жоқ, болымды болып тұр. Міне толымды және болымды болып тұрған кезде мынау варақатан міндетті түрде фатхамен айтуыңыз керексіз. Бұған сіз ешқашан дамма фатхаға кәсіра беремейсіз, тек қана фатхаға айтыласыз. Хафиза Мухаммадун аль-китаба илля варақатан. Екі парақтан басқасын десек, илля варақатайни деп айтасыздар. Сөздер ғой? Осы жағдайда міндетті түрде соңы мансуб болу керек. Қай кезде? Егер де толымды болса және болымды болса. Көрдіңіздер ме? Екінші мисал. Тасдау куллул маадин, барлық металдар тот басады. Барлық металдар тот басады. Илля захаба, алтыннан басқа. Мына жерде біз илля захабу, илля захаби деп айтамаймыз, тек қана фатхамен айтамыз. Илля захаба. Түсіндіңіздер ғой? Немесе, егер де біз бұл көп сөйтірге мысал келтіретін болсаңыздар, жаан насу, адамдар келді, жаан насу, мысал айтайық. Жаан насу илля, міне адату мустасна минху айтылып тұр, илля айтылып тұр. Одан кейін илля муаллимин дейтін болсақ, мысалы адамдардың бәрі келді, мұғалімдерден басқа. Сол кезде муаллимина болып, бұл көпше түрдегі мысал келтіретін. Муаллимина болады, муаллимуна болу керек, бірақ та иллядан кейін бұл мансуб болу керек. Міне мансуб, міндетті түрде мансуб болу. Сол үшін жаан насу, адамдардың барлығы келді, илля муаллимина болады. Осыны айтып тұр. Егер де толымды және болымды болса, онда міндетті түрде мансуб болады. Басқа харакат қоюға болмайды. Басқа жағдай, яғни рафа жар жағдайына қоя алмайсыздар сіздер ешқашан. Енді екіншісін қараңыздар. Егер де илля арқылы жасалған сөйлем толымды, бірақ та болымсыз болса, мағынасы толымды, бірақ та болымсыз болса, егер осылай болатын болса, мағынасы мынандай сияқты сөз айтылып тұр, бірақ та алдында мынандай болымсыздықты білдіретін харф келіп тұратын болса, осылай мә нәжахаттуллаху илля зайдун деген сияқты, осындай жағдайда қараңыздар. Егер де илля арқылы жасалған сөйлем толымды және болымсыз болса, онда илля сөзінен кейін келетін мустасна сөзді мансуб қылуға да болады. Немесе илля алдындағы сөзге ілестіруге де болады. Екі түрлі жасауға болады деген сөз. Қараңыздар. Міне, тулаб деген сөз айтылып тұр. Халид, тулаб, халид. Бұл толымды болып тұр қазір, толымды. Бірақ та болымсыз болып тұр, міне алдында мә тұр, міне. Осы кезде сіздер мына бір сөйлемнің өзін екі түрлі айтыласыздар, рұқсат. Мә жааттуллабу, студенттер келмеді, илля халидан деп айтыласыз. Мә жааттуллабу илля халидан, фатхамен айтыласыз. Немесе мә жааттуллабу илля халидун деп айтасыз. Мынау халидунның харакаты мынаған қатысты болып тұр. Толибун қандай, соған сәйкес. Осыны айтып тұр, міне ілестіруге болады деген сөз. Екі түрлі айтыламыз. Көрдіңіздер ме? Демек, құрметті бауырлар, қараңыздар. Илля сөзінен кейінгі сөздің жағдайы мынау фатха болуы міндетті болады, егер де мынау толымды болымсыз болса. Егер де толымды, бірақ болымсыз болса, то есть толымды болымды болса мынандай болады. А егер толымды және болымсыз болса, мағынасы алдына мә сияқты бір харф келсе, екі түрлі айтыламыз біз. Түсіндіңіздер ме? Енді үшінші жағдайын қараңыз. Бұл да үш ақ қана жағдай. Егер де илля арқылы жасалған сөзіңіз толымсыз және болымсыз болса, яғни мағынасы толымсыз және болымсыз болса, мынандай болса, осылай болатын болса, құрметті бауырлар, былай дейді, қараңыздар. Онда илля сөзінен кейін келетін сөзді мустасна сөз илля алдындағы факторлардың әсерінен сай өзгеріп тұрады. Мына жақтағы сөздің харакаты мына жақтағы етістікке немесе тағы басқа нәрсеге сәйкес болады. Мынау екеуі былайша айтқан кезде бір-бірін жоқ қылып жібереді деген сөз. Түсіндіңіздер ғой? Сонда былай болады, құрметті бауырлар, қараңыздар. Мә жаа илля, жаадан кейін бізде не келеді? Фаил келеді. Соған сәйкес халидун болады. Мә жаа илля халидун болады. Сіздер осындай сөйлем көрген кезде, құрметті бауырлар, мынау мәмен илля жойып тастаңыздар, сол кезде оңай болады. Мә жаа илля халидун мағынасы халидтен өзге келмеді ешкім. Немесе сіз мәйген жойып жібересіз де былай аударасыз. Халид қана келді. Жаа халидун деген сөз. Жаа халидун фақат. Халид қана келді. Немесе мә раайту илля халидан. Мынау неге фатха болып тұр? Өйткені раайту көрдім. Кімді? Мафулун бихи болып тұр.
Сода мына мә мен найкын жойып тастайсыз да, сонда екі түрлі айтуға болады. Халидтен өзгені көрмедім, немесе Халидті ғана көрдім. Раайту Халидан фақат деген сияқты. Түсіндіңіздер ғой? Үшіншісі, мә сәлләмту илля аля Халидин. Халидтің кәсіра болуы мынау аланың себебінен болып тұр. Мынау жөліп кетеді деген сияқты. Осы үш жағдай, сонда құрметті бауырлар, мустасна деген тақырып міне мынаған ғана қатысты болған. Сол себепті ғалымдар осыға жатқызған. Осы жағдайға ғана. Қалған жағдайларда біз, мысалы мынау үшінші жағдайда алдындағы факторларға қараймыз. Фаил болу керек, дама береміз, мафул бих болу керек болса, фатха береміз деген сияқты. Мынаған вообще қарамаймыз. Бізге бұл керек емес. Бұл қай кез? Толымсыз, болымсыз болса. Ал егер де толымды бірақ болымсыз болса, екі түрлі айтыламыз. Былай да айтыламыз. Ол жеңіл. Мынаған қатысты ғана ғалымдар айтқан міне. Егер де мустасна, то есть мустасна деген тақырып демек біз міне біз былай мысалы мустасна деген тақырыпты өтеміз ғой, бірақ бұның ішінде үш жағдайы бар деп айтамыз. Сонда мына жақта екінші жағдайда оған жатпайды, үшінші жағдайда бұған жатпайды, тек мына бір. Міне сонда біз осыны ғана өтіп жатырмыз. Осы үшін ғалымдар мустасна сөздерді осы тізімге жатқызған, алтыншы қылдырып, осыған жатқызған. Түсіндіңіздер ме? Мустасна демек қай кезде ол мансуб болады? Қай кезде? Егер де біздің сөйлеміміз толымды, болымды болса, сол кезде ғана ол толықтай 100% мансуб болуы парыз. Ал егер толымды және болымсыз болса, екі түрлі жасай аламыз. Толымсыз, болымсыз болса, онда вообще алдында тұрған сөзге қарай біз оны әртүрлі харакат бере аламыз. Бірақ жағдайда біз 100% фатха жасап беруіміз керек қашан? Толымды, болымды болса. Түсіндіңіздер ме? Міне мынау бірінші жағдай. Осыны айтып жатыр. Енді біз осы истисна деген тақырып өткен кезде осы иллаға ұқсас тағы да мынандай сөздерді өтеміз қосымша. Ғойру, сиуа, суа, сауа. Бұлардың төртеуі де бірдей мағына береді. Басқа, өзге деген мағына береді. Тура илля сияқты мағына береді. Бірақ бұлардың, біз бұлардың не үшін бұлай өтеміз? Бұлар илля сияқты емес, бұлардың қызметі кішкене басқаша. Қазір көресіздер, қараңыздар. Бұлардың ерекшелігі, құрметті бауырлар, бұл төрт сөздің соңындағы өзінің харакаты, мынау бұдан кейінгі сөз емес, бұлардың өзінің харакаты мына жоғарыдағы ережеге сәйкес болады. Осы сөздердің өзінің харакаттары. Ал бұлардан кейінгі сөз ылғида кәсіра болады. Сол үшін былай дейді. Осы төрт сөзден кейін, яғни илля сөзі сияқты басқа, өзге, бөтен деген мағына беретін төрт есім сөз бар. Төрт сөз бар. Олар ғойру, сиуа, суа және сауа. Осы төртеуі де илля сияқты мағына береді, бірақ қызметі басқаша. Былай дейді. Бұл сөздерден кейін келетін мустасна сөз изафеттік тіркеспен әрдайым мажрур болады. Бұл сөздерден кейін қойылған зат есім ылғида кәсіра болады. Мынау сияқты без қараңыздар. Илляда әртүрлі, халидан, халидун, халидин бұл өзгеріп тұра алады иллядан кейін. Ал мына төртеуінен кейін міндетті түрде кәсіра болады. Былай болады. Жа'ал қауму ғойро зайдин. Зайдтен басқа қауымның, жұрттың бәрі келді. Ма жа'ал қауму ғойро зайдин немесе ғойро зайдин. Зайдтен басқа жұрт келмеді. Ма жа'a ғойру зайдин, зайдтен өзге ешкім келмеді деген сияқты. Үш жағдайдың үшеуінде де ғойру сөзінен кейін зайд кәсірамен келіп тұр. Өйткені қайсын қойсаңыз да, ма жа'ал қауму сиуа зайдин, жа'ал қауму суа зайдин, жа'ал қауму сауа зайдин деп айтсаң, үшеуінде де кейінгі сөз, осылардан кейінгі сөз кәсіра болады. Ал мынау ғойру, сиуа, сауа сияқты сөздердің өзінің харакаттары, олар жоғарыдағы илланың ережесіне сәйкес болады. Яғни, иллядан кейінгі мынау сөз мына жерде міне міндетті түрде фатха болу керек болды ма? Ғойру сөзі осы жерге келсе, ол сол кезде фатха болу керек болатын жағдай, ол міне былай қараңыздар. Бұл төрт сөздің өзі илля арқылы жасалатын сөйлемдегі мустаснаның үкіміне сай жасалады. Егер де сөйлем толымды, болымды болса, онда мына төрт сөздері міндетті түрде мансуб болады. Мына төрт сөзге біз міндетті түрде фатха қоюымыз керек болады. Егер де сөйлеміміз толымды, болымды болса. Яғни мынандай жағдай болатын болса, осындай жағдайда сіз илланың орнына ғойру деген сөзді қойсаңыз, онда мына жақтағы харакат ғойруға өтеді, а мына варақаның өзі кәсіра болып кетеді. Мысалы, мынандай сөйлем болса, хафиза Мухаммадун әл-китаба ғойро варақатин болады. Түсіңіздер ме? Өйткені міне былай дейді. Толымды және болымды болса, онда мынау сөздердің өздері міндетті түрде мансуб болу керек. Содан жа'аттуллабу ғойро халидин болады. Ғойру емес, ғойри емес, именно ғойро болады. Өйткені мына жақта фатха беру уәжіп болады. Неге? Толымды, болымды. Енді мынау сиуа мен суа бұлар проблема жоқ. Бұларда харакат көрінбейді соңында. Сол үшін жа'аттуллабу сиуа халидин, жа'аттуллабу суа халидин деп айтасыз, проблема жоқ бұл екеуінде. Өйткені соңында харакат жоқ. Бізде кішкене проблема тудырады. Мынау ғойру деген сөз
және сауа деген сөз. Осы екеуі кішкене проблема тудырады. Осы екі сөз толымды, болымды сөйлемде келсе фатха болу керек соңдары. Жааттуллабу гойра халидин. Жааттуллабу сауаа халидин болады. Екінші, егер де сөйлеміміз біздің толымды, алайда болымсыз болса, онда мынау сөздерімізге екі түрлі біз жағдай бере аламыз. Не мансуб қылып айтыламыз, немесе алдындағы сөзге ілестіріп айтамыз. Сөйде былай дейміз: Ма жааттуллабу гойру халидин дейміз, немесе ма жааттуллабу гойра халидин. Екеуі де рұқсат. Және үшінші жағдайы, енді ол кезде алдындағы сөздерге ілестіреміз. Егер де сөйлеміміз толымсыз және болымсыз болса, онда мынау сөздеріміз алдындағы факторлардың әсеріне сай өзгеріп тұрады. Мысалы, ма жаа гойру халидин, ма раайту гойра халидин, ма салламту ала гойри халидин болып өзгереді екен, құрметті балалар. Осы жағдайда, құрметті балалар, мен сіздерге жалпы шәкірттеріме айтамын, көбінесе гойру деген сөзбен сауаны емес, именно сиваны қолданыңыздар. Осы бір сөзді қолданыңыздар, сіздер ешқашан қателеспейсіздер. Сиваны қолданыңыздар ылғида. Сонда ма жаа сива зайдин, ма жаал қауму сива зайдин, ма жаал қауму сива зайдин десең, ешқандай проблема жоқ. Ешқандай харакат қойып іздеп жатпайсың. Ал сивадан келген сөз ылғида кәсіра болды. Ешқандай проблема болмайды. Көбінесе біз истисна жасау, сөйлесу барысында осы илланы немесе сиваны қолдансақ жеңілірек болады. Сива дей беріңіз, ешқандай проблема жоқ. Ал егер сіз гойрумен қолданып көрсеңіз, онда осы ережелерді есте ұстауыңыз керексіз. Және де үшінші үш әріп бар. Бұны біз етістік дейміз, кейде харп дейміз. Бұлар тіпті оңай. Бұл бізде ада, хала және хаша деген, бұларда да басқа, өзге деген сияқты мағына береді, және бұлардың ережесі өте оңай. Илля сөзі сияқты осындай мағына беретін тағы да үш сөз бар. Олар бізде ада, хала және хаша. Бұл сөздер кейде харф, кейде етістік ретінде қолданылады. Және ережелері аталмыш сөздің түріне сай болады. Яғни кейде харф қылып қолданамыз, кейде етістік. Енді қараңыздар, егер де сіз бұл сөзді харф ретінде қолдансаңыз, онда одан кейін келетін сөз, мустасна сөз әрдайым мәжрур болады. Егер сіз бұны харф десеңіз, мыналарды харф десеңіз, онда кейінгі сөзді просто мәжрур болдырасыздар. Ал бұл сөздердің өзі өзгермейді ешқашан. Жаал қауму ада зайдин, ма жаал қауму хала зайдин, ма жаа хаша зайдин деп осы айтасыз. Ешқандай проблема жоқ. Ал егер де сіздер бұл сөзді, етістік қылдырып қолданатын болсаңыз, онда одан кейінгі сөз ылғида тура тоқтауыш, яғни мафулун бихи сияқты мансуб болып келеді. Сөйтіп, жаал қауму ада зайдан, ма жаал қауму хала зайдан, ма жаа хаша зайдан деп осы айтасыздар. Мыналардың ережесі оңай. Бұдан кейінгі сөзді сіз кәсіра қылдыра аласыз, онда мынаны сіз харф деп тұрсыз. Немесе сіз бұдан кейінгі сөзді фатха қылдыра аласыз, онда сіз мынаны етістік қылдырып тұрсыз. Болды, ешқандай басқа қиындық жоқ. Демек, құрметті балалар, пысықтап жіберетін болсақ, истисна бізде үшеу бізде. Иллямен жасалады. Гойру және соған ұқсас сөздер бар, жаңа сива, сауа, суа деген сияқты. Сосын үшіншісі, мен бірақ қана мысалын келтіремін. Хала деген бар, сосын ада, хаша деген сияқты осында етістіктер жасалады. Енді қараңыздар, илля бұның несі, ережесі, мынаяқта менен шарт түрде мустасна минху айтылса, илланың өзі айтылса, илланы жасылмен берем. Сосын мустасна сөз, яғни шығарған илля деген одан кейінгі сөз айтылса, мустасна минху айтылып тұр. Мынау илланың өзі айтылып тұр, және мустасна айтылатын болса, мынау фатха болу керек, міндетті түрде. Жааттуллабу илля зайдан болады. Егер де мустасна минху айтылса, илланың өзі айтылса, және мустасна минху айтылса, бірақ алдынан аяқта болымсыздықты білдіретін бір харф келетін болса, мә, лә, ләм деген сияқты бір болымсыздықты білдіретін харф келсе, біз мына аяқтағы харакатты екі түрлі айтыламыз. Не фатха беріламыз, немесе алдындағы аяқтағы сөзге ілестіріп, жаңа харакатын береміз, аяқтағы сөзге ілестіріп. Немесе ілестіреміз деп айтайық, бүйтіп ілестіреміз деп қойық. Былайда беріламыз. Үшіншісі, егер де мынау айтылмаса, тек қана болымсыздықты білдіретін сөз келсе, содан кейін бірден илля кетсе, содан кейін барып мустасна келетін болса, онда біз мынау сөзді алдындағы неге сәйкес ілестіреміз. Яғни етістік болса, мынаған фатха береміз, немесе мафул бихи қылдырып фатха береміз, дамма береміз, кәсіра әртүрлі бұл қабылдай береді бұл. Фатха, дамма, кәсіра қабылдай береді әртүрлі. Түсінсіздер ма? Мынау айтылмаған жағдайда бұл. Міне осылайдан жасалады екен. Мынаны сіздер енді өздеріңіз енді ручкамен жай ғана жазып қойсаңыздар болады. Мустасна минху, адату истисна, осы айтылған жағдайлар деген сияқты. Мынау міне толымды және бұл болымды болып тұрған сөйлем. Бұл кезде 100% фатха болу керек. Басқа харакат қойылмайды. Толымды, бірақ болымсыз болып тұрған кезде екі түрлі жасай аламыз. Ал егер де болымсыз болатын болса, ол кезде тек қана толымсыз болады. Ол кезде біз әртүрлі харакат береміз. Мынау гойру
Гойрудың ережесі бұл жерде оңай, қалай? Өйткені гойрудан кейінгі сөз так. Гойрудан кейінгі сөз ылғида кәсіра болады. Қай кезде болсын, гойрудан кейінгі сөз ылғида кәсіра болады. Ал мынау гойрудың өзі, ол мынау илланың кейінгі тұрған, мынау тұрған сөз соған сәйкес болады. Яғни толымды, болымды сөйлем болса, гойруға фатха ғана беру керек. Толымды, бірақ болымсыз болса, біз мынаған фатха да бере аламыз, немесе ілестіріп жібере аламыз. Егер де бұл болымсыз және толымсыз болса, біз онда мына жақтағы харакатты үшеуінде бере аламыз. Фатхада, дамада кәсіра бере аламыз гойруға. Осы жағдайда біз мынау гойруды мынаған ілестіреміз, мынаған ұқсатамыз. Мынау қалай қолданылса, гойру солай қолданылады. Ал гойрудан кейінгі сөз ылғида кәсіра болады. Ешқандай проблема жоқ. Сол себепті осы жағдайда біз құрметті бауырлар айттық сіздерге, егер де сіздер қиналып жатамын дейтін болсаңыздар, сиуаны қолданыңыздар. Сол жеңілірек. Сиуаны қолдансаңыз, ол не болады? Сонда харакат жоқ қой. Сол себепті мына жақта проблема жоқ. Қайсына қойсаң да. Сиуа зайдин деп үш жағдайда айта бересің. Және үшіншісі мынау хала деген. Егер де сен бұны харф деп алсаң, харф деп алсаң, онда бұдан кейінгі сөзіңіз кәсіра болады. Халадан кейінгі. Егер де етістік деп алатын болсаң, бұдан кейінгі сөзіңіз фатха болады. Болды. Ешқандай басқа неш жоқ. Жалпы осы нәрсені бізде истисна процесі деп атайды. Енді сұрақ, ұстаз, осы жерде мынау кәсіра болып кетіп жатыр, мынау фатха, бұл бірақ мафулун бихи болған себепті, бұл бұған кірмейді. Неге біз бұның бәрін өттік дейтін болсақ, бұның бәрі просто истисна жасау жағынан бір-біріне ұқсас сөздер болғандықтан барлық сөзді бірге өтіп кетіп жатырмыз. Ал негізінен бізге керек осы жерде ғалымдар осы мустасна деген тақырыпты мансубаттардың ішіне кіргізуінің себебі міне мынау үшін, міне мынау бірінші жағдай үшін. Осы жағдай үшін ғалымдар мустасна олда да мансуб болады деп айтқан. Сосын мынаған қараған, міне мынауда да осылай деп айтқан. Міне осы екі жағдайға қарап ғалымдар истисна деген тақырыпты мансубаттардың ішіне кіргізіп жүрген, 11-дің ішіне кіргізіп жүрген. Хотя истиснаның басым көпшілігі әртүрлі иғрапталады. Міне көрдіңіздер ме? Сіздерге демек осыны есте ұстап жүру керек. Мынау нәрсені шыны керек. Тіпті менің өзім кейбір ұстаздардың өздері шатысып жүреді, өйткені бұл нәрсені постоянно есте ұстап жүру кішкене қиындау. Түсіндіңіздер ғой? Сол себепті сіздер бұл нәрсені үйренгенше біраз уақыт қағазға жазып, қастарыңызда ұстап жүріп, сөйтіп жүргізулеріңіз керек болады. Түсіндіңіздер ғой? Ал жалпы алған кезде сіздер кітап оқу, Құран оқу барысында байқайсыздар. Қай кезде фатха болады? Егер де алдынан мустасна минху айтылса, мына жақтан фатха болуы шарт. Болымды болатын болса. Ал егер алдынан мустасна минху айтылып, бірақ болымсыз болса, екі түрлі жасай бересіз, қателеспейсіз, былай да істейсіз, проблем жоқ. Ал егер де алдынан болымсыз келтіріп, мына жақта мустасна минху айтылмаса, оның тек қана бір жағдайы бар. Ол осылай үш түрлі харакатпен иғрапталады. Ал гойру сөзі, ол илля сөзінен кейінгі сөзге сәйкес өзгереді. Мынау қалай болды? Гойру солай болады. Мына жақта қалай болды? Гойру сөзі солай. Түсіндіңіздер ғой? Гойру сөзі өзі иллядан кейінгі мустаснаға ілесіп жүреді. Ал гойрудан кейінгі сөздер ылғида кәсіра болады. Ал мынау хала, хаша, ада бұл үш сөздің ережесі оп-оңай. Харф болса, кейінгі сөзді кәсіра қылдыра саласың. Егер де етістік деп есептесең, мынаны кейінгі сөзді фатха қылдыра саласың. Енді осы истисна тақырыбында біраз пысықтайық. Кішкене пысықтау қажет етеді бізде. Қараңыздар. Төмендегі тіркестерді оқып, ұстазбен бірге мустасна ережелерін пысықтаңыздар дейді. Давайте пысықтайық. Ла урафиқу. Мен бірге жүрмеймін, бірге болмаймын дейді. Иллал муаддаба дейді. Тек қана кіммен? Әдептілермен ғана жүремін деген сөз. Мен ешкіммен жүрмеймін, тек қана әдептілермен жүремін деген сияқты мағына. Яғни илля арқылы біз үкімнен шығарып жібердік. Немесе біз жаңа айттық, ла мен илланы жоқ қылып жібересіз, сонда қалады урафиқу ал муаддаба. Әдепті адамға еремін деген сөз, тек қана деген сөз қосасыздар. Тек қана әдепті адамға еремін деген сөз. Мынау бірінші сөйлеміміз біздің. Илля арқылы жасалып тұр. Давайте бастайық. Адату истисна тұр ма? Тұр. Мустасна тұр ма? Тұр. Ана жақта бізде болымсыз ба, болымды ма? Болымсыз. Міне ля тұр өйткені. Жақсы. Мустасна минху бар ма бұл жерде? Муаддабқа соның жынысынан болған нәрсе алдында бар ма? Урафиқу деген естік емес. Именно мысалы айтайық, ла урафиқу наса деген сияқты, адамдар деген сияқты бір сондай бір сөздер бар ма? Жоқ, мына жақта мустасна минху жоқ. Демек бұл бізде үшінші жағдай болып тұр бұл. Үшінші жағдай. Қайсы? Мустасна минху жоқ, толымсыз, болымсыз болып тұр. Бұл мынау жағдайда тұр қазір. Болымсыз және толымсыз осы жағдайда тұр. Енді толымсыз, болымсыз болған жағдайда міне мынау үшінші жағдайда тұр. Қалай болады дедік біз? Алдында тұрған факторларға сәйкес, соған сәйкес болады харакат деп айттық. Демек, мына жерде бізде
Урафиқу деген етістігіміз бірге жүру, ілесу, кіммен деп мафғул бихи талап етеді. Соған сәйкес мынау бізде фатха болып, бұл мафғул бихи болды. Мынау мен мынаны алып тастайтын болсаңыз, ләм мен илән алып тастасаңыз, урафиқу әл-муаддаба болды. Мынау бізде қазір фатха болып тұр, өйткені бұл мафғул бихи болып тұр. Мустасна емес, бұл мафғул бихи. Мынау етістікке сәйкес өзгеріп тұр. Егер мына басқа етістік келген кезде, мынау да өзгеретін еді. Түсіндіңіздер ғой? Біз мына муаддабаны мына жақта урафиқуға сәйкес өзгертіп тұрмыз. Иланың себебінен емес, урафиқудың себебінен. Урафиқу әл-муаддаба. Өйткені урафиқу деген біреудің артынан ілесу, мафғул бихи талап етеді, содан муаддаба болды. Демек, құрметті бауырлар, мынау бізде қандай? Болымсыз сөйлем. Үшінші жағдай былайша айтқан кезде соған сәйкес болды. Осы қарап отырасыздар міне. Толымсыз, болымсыз. Бағана сызбаңыздар, еске түсіре саласыздар. Толымсыз, болымсыз болды. Былайша айтқан кезде міне мынау жағдайға түсті. Толымсыз, болымсыз. Біз әртүрлі харакат бере аламыз, алдындағы тұрған неге сәйкес, етістікке, тағы басқаға сәйкес. Содан бізде мынау муаддаба бұл фатха болды, урафиқуға сәйкес. Әрі қарай кеттік. Мә сахабту илләл алима. Ғалымнан өзге ешкімге сахабту, бірге жүрмедім, бірге ермедім деген сөз. Немесе ғалымнан өзге ешкімге ермедім, немесе тек қана ғалымға ердім деген сөз. Тек қана ғалымға ердім. Бұндай сөйлемді біз екі түрлі аудараламыз. Яғни мәні илләні жойып жібереміз, жоқ қылып жібереміз, как будто екеуі жоқ. Содан бізде былай болады. Сахабту әл-алима, ғалымға ердім. Кімге? Ғалымға ердім. Демек, бұл жерде әл-алима бұл да бізде мафғул бихи болып тұр. Мустасна болып тұрған жоқ. Бұл бізде тоже нау жағдай сияқты. Толымсыз, болымсыз. Түсіндіңіздер ғой? Міне болымсыз, өйткені мә түрі. Толымсыз, ғалымның алдында соған ұқсас жынысынан болған сөз жоқ. Мустасна минху жоқ. Сол себепті бұл толымсыз, болымсыз үшінші жағдай. Демек, біз ғалым деген сөзге фатха бердік, сахабту деген етістікке сәйкес. Сахабту кімге? Кімді деген сияқты. Мафғул бихи талап етті, мынау бізде мафғул бихи болды. Әрі қарай ханнатул фаизина, жеңімпаздарды құттықтадым. Ғойрол ғаиби, келмей қалғаннан басқасын деген сөз. Жеңімпаздарды құттықтадым, келмей қалғаннан басқасын. Жақсы, мына жағдайға қарайық. Бізде истисна айтылып тұр ма? Айтылып тұр. Мустасна минху бар ма? Бар. Мустасна минху, то есть, мустасна минху бар ма? Одан шығарылған. Ғойб деген адам, фаизун бұлар адам. Демек, соның жынысынан болып тұрған нәрсе мустасна минху, бар. Міне. Енді қараңыздар, алдына мә сияқты бір нәрсе бар ма? Жоқ. Демек, бізде қазір қандай жағдай? Толымды, болымды болған кезде не істеуші едік? Міндетті түрде фатха береміз. Сол үшін бізден аяқта ғойро деп біз бердік мынаған. Ғойроның ережесіне жылдам бір көз жүгіріп жүрейік. Жоғары қарай қараңыздар. Міне, бұл төрт сөзіміз ғойро сияқты сөздеріміз. Егер де сөйлеміз міне толымды болса, бұл емес, мынау екен. Толымды болса міне, толымды. Және болымды болса, болымды болатын болса, онда біз осы сөздерге міндетті түрде міне мансуб қылдырып фатха беруіміз керек біз осы ғойру сияқты сөздерге. Соған сәйкес міне біз төмендеп біз былай беріп жатырмыз міне. Ханнатул фаизина, жеңімпаздарды мен құттықтадым. Ғойро, фатха бердік міндетті түрде. Өйткені мынау сөйлеміз біздің толымды, болымды. Түсіндік па? Енді өзіміздің таблицамызға қайтайық жылдам. Мынау сөйлеміз қазір біздің міне мынау жағдайда тұр. Толымды, болымды. Біз осы кезде ғойруға міне фатха береміз. Ғойруға фатха береміз да, одан кейінгі сөз кәсіра болады. Түсіңіздер ғой, бұл жерде бұл мустасна болып тұр. Енді біз мына жақта ғойру емес иллямен жасаған болсақ ше, міне. Осы сөйлемді біз иллямен жасаған болсақ қалай болады? Ханнатул фаизина болады. Ханнату, мен сізге жылдам ғана айтып жүрейін, түсіндіріп жүрейін. Ханнату әл-фаизина, жеңімпаздарға мен сыйлық бердім. Фаизина сөз жеңімпаздар деген сөз. Соларға біз құттықтадым дейді. Илля деп айтасыздар да, сосын ал-ғойб деген сөзіміз ұзын ғойруның харакатын алып илләл-ғойба болады. Илләл-ғойба, келмегеннен басқасын болады. Ғойба міндетті түрде фатха береді мынау сөзге. Не себепті бұған біз фатха береміз міндетті түрде? Өйткені мынау сөйлеміз біздің толымды, болымды. Міне мынау мустасна минху айтылып тұр. Фаизун деген сөз ғойб солардың бір бөлшегі өйткені. Мустасна минху айтылып тұр. Адату истисна айтылып тұр. Мустасна айтылып тұр. Және бұның алдына мә, лә деген сияқты болымсызды білдіретін харф жоқ. Демек, бұл бізде толымды, болымды. Бұл жағдайда, бұл бірінші жағдай, бұл міндетті түрде фатха беру уәжіп. Басқа біз харакат бере алмаймыз ешқашан. Және осыны біз мустасна деп атаймыз мынаны. Мынаны мустасна дейміз. Әрі қарай кеттік. Нафидатил худару, жасыл нелер, овощтар, көкөністер
бітіп қалды, аяқталып қалды. Иллал бататиса. Нафидат дегеніміз бітіп қалды. Не нәрсе? Әл-худару. Мынау бізде өсімдік жемістер, нелер? Көкөністер. Бататис ол да көкөніс, ол да осылардың бір бөлшегі. Демек, мустасна минху айтылып тұр. Адату истисна бар, мустасна бар. Мынау бізде мынау жағдай сияқты. Толымды, болымды. Мына жерде біз фатха беруіміз уәжіп. Тек қана фатха береміз, басқа харакат беремейміз. Және мынау сөзіңіз сіздің мустасна болады. Мустасна. Бұл зат есімдердің мансуб болуының 11 орынның бірі осы. Нафидатил худару, көкөністер аяқталып таусылып қалды. Иллал бататиса. Неден басқа? Картошкадан басқа. Ағара кеттік. Ма қарату минал китаби, кітаптан мен оқымадым. Қараңыз, кітап деген сөз айтылып тұр. Мустасна минху бар. Ма қарату деген кезде алдында нафи бар. Бұл бізде қандай жағдай? Болымсыз, бірақ толымды. Екінші жағдай, яғни болымсыз, бірақ толымды. Содан кейін сива сафхатайни. Мынау сива деген сөздің соңына харакат ешқандай қойылмайды, поэтому проблем жоқ, шешіліп тұр бұл жерде. Сива сафхатайни болады. Екі парақтан басқа кітаптан ешнәрсе оқымадым. Сонда сафхатайни дегеніміз ол уже мансуб болып тұр. Негізі сафхатани еді, сафхатайни болып тұр, бұл дұрыс тұр. То есть мансуб емес, мажрур болып тұр, мажрур. Сиваның себебінен, өйткені сивадан келген сөз ылғида мажрур болады. Сива деген сөздің өзі харакат қабылдамайтын болғаннан кейін ешқандай проблема жоқ. Бұл екінші жағдай өйткені. Екінші жағдай. Мынаның қарап жүрейік. Мынаның екінші жағдайы міне мынау. Мустасна минху айтылды. Алдында болымсыздықты білдіретін харф айтылды. Бұл уже мынау жағдай тұр, міне, мынау жағдай. Екі түрлі айтыламыз. Фатха беріламыз, немесе алдындағы сөзге ілестіреміз. Лам яхдур ат-туллабу, студенттер келмеді. Илля алиян. Лам яхдур ат-туллабу илля алиян. Алиден басқа студенттер келмеді. Болымсыз, бірақта мынау бізде не болып тұр? Толымды. Болымсыз, толымды болған кезде біз бұдан екі түрлі айтамыз. Илля алиян, немесе илля алиюн деп екі түрлі айтыламыз. Болымсыз, толымды болған кезде екі түрлі айтыламыз. Илля алиян, илля алиюн. Мынау бізде екінші жағдай қазір. Екінші жағдайда тұр. Әрі қарай фахимту дәрса, сабақты түсіндім. Ада мәсәләтин. Адамен келтірген ешқандай проблемасы жоқ. Ададан кейін сөзді кәсіра қылдырасыздар. Аданың өзі ешқандай харакат қойылмайды. Сол үшін фахимту дәрса ада мәсәләтин. Бір проблемада, бір мәселеден басқасы кітапты барлығын түсіндім деген сияқты. Ла ахтариму ғойрал мухлиси ли ватанихи дейді. Өзінің отанына деген ынталы адамнан басқа ешкімді детпеймін дейді. Құрметтемеймін дейді. Ла ахтариму, құрметтемеймін. Яқта бізде истисна айтылмаған, мустасна айтылмаған. Ғойру деген сөзіміз ахтариму сөзіне сәйкес мафғулун бихи болып фатхамен келіп тұр. Одан кейінгі сөзіміз касрамен келеді. Ешқандай проблема жоқ нақты. Бұл бізде үшінші жағдай. Толымсыз, болымсыз. Ешқандай проблема жоқ. Ғойру деген сөзіміз алдындағы етістікке сәйкес өзгереді. Ла ахтариму ғойрал мухлиси ли ватанихи деп. Енді ары қарай иншалла өздеріңіз жайлап көріңіздер. Ма сафара илля хасан. Хасаннан басқа ешкім сапар шекпеді. Ма сафара илля хасан. Янсурул муатину ватанаху, азамат, гражданин өзінің отанына жәрдем береді, көмек береді. Иллал хаина, тек қиянатшыдан басқа. Тек қиянатшыдан басқа. Қиянатшы ғана отанына жәрдем бермейді деген сөз. Лам яхдур ат-таламизу, оқушылар келмеді. Ғойра абдиллахи, Абдулладан басқа. Түсіндіріп отырыңыздар, я? Мына жақта қай сөз қолданған? Мына жақта мысалы ғойру, мына жақта мына илля деген сияқты айтып отырасыздар. Және сөздерге мустасналарды тауып отырыңыздар. Хадарал уммалу, жұмысшылар келді. Илля зайдан, зайттан басқа. Шарахту масаил ад-дарси, сабақтың мәселелерін түсіндірдім. Илля мас'алатан, бір мәселеден басқасын. Қаратул маджаллата илля сафхатайни, журналды оқыдым, екі парағынан басқасын деген сөз. Әthmaратил ашжару, талдар гүлдеді. Илля шажаратан, бір талдан басқасы. Фаррал хайванату, жануарлар қашты. Илля асадан, арыстаннан басқасы. Немесе тек қана арыстан қашпады қопшым. Ма тафаттахатил азхару, гүлдер гүлдемеді, жапырақтары ашылмады. Иллал банафсажа, тек жаңағындай күлгін гүл бар, содан басқасы дейді. Бұны банафсаж дегенде подснежник деп атайды. Салламна алал қадимина, келушілерге біз сәлем бердік. Илля адилин, әділден басқасына. Так, салламна алал қадимина, илля адилан болады. Қате, илля адилан, фатха болады. Илля адилан. Салламна алал қадимина, келушілерге сәлем бердік. Илля адилан, әділден басқа.
Ма қаббалту яда ахадин ғойра валиди дейді. Ешкімнің де қолын сүйген емеспін, ғойра валиди, әкемнен басқа дейді. Әкемнің қолынан басқа ешкім қолын сүйген. Ла яналул маджда ғойрул амилин. Жұмыс істеушілерден басқа ешкім атақ даңққа жете алмайды. Ла та'тамид ала ғойрилла. Алладан өзге ешкімге иек артпа. Қатафтул азхара хала алварди. Гүлден басқа, розадан басқа гүлдердің барлығын қатафту, жұлдым дейді. Розадан басқа гүлдің бәрін жұлдым. Шахатту ғурафал манзили. Үйдің комнаталарын көрдім. Хала ғурфатан науми. Жатым бөлмесінен басқа. Бұяқта фатхамен кеп тұр, демек халамыз етістік болды. Зурту масаджид ал-Мадинати. Қаланың мешіттерін зиярат етіп бардым. Ада уахидин. Біреуінен басқасын дейді. Осыны тағы да біраз қараңыздар, пысықтаңыздар, иншалла тағы да біраз біз үй жұмысы кезінде, сабақ кезінде талқылаймыз әлі. Жалпы құрметті болар. Жылдам еске түсіретін, пысықтайтын болсақ, мустасна деген тақырып негізінен ғалымдар бұл жерге қосқан бірақ нәрсесі үшін ол міне мынау. Осыны еске жақсы сақтаңыздар. Сөйлеміңіз толымды, болымды болса, осы кезде мансуб болуы парыз. Міне осы үшін ғалымдар бұны 11 мансубаттың ішіне жатқызып жіберген. Ахатя, егер де сөйлеміңіз толымды бірақ болымсыз болса, екі түрлі жасай аласыз. Сөйлеміңіз толымсыз, болымсыз болса, вообще уже әртүрлі харакат қояды. Сол себепті екі жағдайда ол былайша айтқан кезде ережеге кіріп тұрған жоқ, бірақ жағдайда кіріп тұр. Бірақ ғалымдар осы бір жағдай үшін бұны мансубаттар үшін жатқызып жіберген. Өйткені басқа жағдайларда оқытатын болса, мысалы, бұларды былайша айтқан кезде шәкірттер естене сақтай алмай қалады. Шәкірттер естене сақтай алмай қалады, басқа тақырыптардың ішіне өткізсе. Мысалы, фәғилдің ішінде оқытатын болса, маджрураттың ішінде бір жерде оқыса, бұны нетпейді. Ал шәкірттер есте жақсы сақтап қалу үшін, сосын бар бүкіл осы иллаға қатысты ережені бір орынға жинай салғанда, осылайынан мустаснаның ішіне өткізіп жіберген. Өйткені мынау тұрақты бір ережесі бар. Осыны алғанда, осыған орай мустаснаның тарауына кіргізіп жіберген, яғни мансубаттардың ішіне. Хотя басым бөлігі негізінде бұның басқаша әртүрлі ғарапталады, көрдіңіздер ме? Бірақ қана жағдайда ол міндетті түрде мансуб болады екен, ол осы жағдайда. Түсіндіріп жатырмын сіздерге. Ғалымдар осы бір тұрақты жағдай үшін оны осылай мансубаттардың ішінен өткен, ал қалған ережелерін просто жинап қоя салған. Мынау ғойру сиуалардың бәрін алып осы жерге қосып, сосын мынау ада хаша бәрін қосып бір жерде сөйтіп өтеді. Сонда сіздер араб тілінде тек қана осы ғана мустасна сөздер бар екенін білесіз. Илля, ғойру, сиуа, сауа, суа, және де ада, хала, хаша деген сияқты осы сөздер ғана бар. Үшке бөлесіздер. Илля бөлек ереже, ғойру сиуа сауа олардың бөлек ереже, сосын ана үшеуінікі бөлек ереже. Сосын бар болса жақсылап тағы да көз жүгіртіп қараңыздар, Біраз жаттығыңыздар. Негізінен оңай тақырып, бірақ бұның қолданысы есте ұстап жүру кішкене қиын, кейін ұмытылып кетуі де мүмкін. Сол себепті қағазға жазып қойыңыздар, сызып жеңіл ретінде, сосын жылдам уақытта қайтып отыратын шпаргалка ретінде болсын иншалла сіздерге. Хада валлаху а'лам. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.